Құрметті тыңдармандар, каналыма келіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүкір қыздың шешесі. Биғайшаны ауылдың бәрі сыртынан бүкір қыз деп атайтын. Туғаннан бері бүкір екен деп те қоятын. Жоқ, Биғайша туғанда дені сап-сау бала боп туыпты. Кейіннен 5-6 жасқа келгенде арқасында томпақ пайда бола бастаған. Қызын анасы Сәрсенгүл облыс орталығындағы ауруханаға апарып көрсеткенде дәрігерлер сүйек туберкулезі деп диагноз қойған. Содан бері жылда барып ем қабылдаса да арқасындағы өркеші өсіп еш ем қонбаған еді. Кішкентай кезінде ойын баласы боп жүріп байқамаған екен. Бойжеткен сайын белі бүкірейіп, еңкіштене жүретін болған. Балалар алаңсыз ойын соғып далада жүргенде Биғайша күні бойы үйінде жалғыз отырып, қуыршақтарына мата қалдықтарынан киім тігіп әбгер болатын. Мектепке барғанда да үзілісте сынып бөлмесінде отыратын. Бала болып жүгіріп, еркін ойнамайтын да. Анасы мектеп буфетінде сатушы еді. Үйден әр түрлі бәліштер пісіріп сататын. Көбіне анасына бәліш жасауға осы қызы көмектесетін. Биғайша балалардың үлкені. Онан соң туған қыз бен ұлдың дендері сау, қол-аяғы балғадай болып өсіп келеді. Есін білгелі Биғайша әкесін көрмеген, тіпті елестете де алмайды. Ол сонда Әсем мен Әсеттің әкесі кім деп ойланып қоятын. Анасы Сәрсенкүл өте шырайлы әйел. Екі бетінің ұшы қызарып тұратын. Тал бойынан ешмін таба алмайсың. Қол-аяғы түп-түзу, тоқ балтыры көзге түседі. Жіңішке белі қиылып, тура қызда еді. Киінгенде де небір қымбат киімді киеді. Үстінен әтір иісі аңқып тұратын үнемі. Кейде Биғайша менің әкем кім деп сұрағысы келеді, бірақ батылы бармайды. Ал онда Әсем мен Әсеттің анасы кімнен туды екен? Жұмбақ. Ауыл әйелдері Сәрсенкүлді ұната бермейді. Сыртынан жүргіш қатын, ұятсыз қатын деп жатқанын талай естіген. Бұрын Биғайшалар басқа жақта тұрған. Ата әжесі өмірден өткен соң осы ауылға көшіп келген. Ауылдың еркек біткені Сәрсенкүлді көрсе ауыздарының суы құрып, жұтынып қарайды. Амандасы бәйек болып жатқаны. Сәрсенкүл тазалықты, сұлулықты ұнатады. Әр затын ұқып ұстап, балаларының үстіне шаң жұқтырмайды. Қараша ауылдың үйлерінің арасында Сәрсенкүлдің үйі ерекше болып көзге түседі. Аршыған жұмыртқадай әппақ болып тұрғаны. Ауылдың салақ қатындары болса, пішту, мына қатын үйін сылап сипаудан жалықпайды екен. Ертең мен де сылап жарқыратып қоярмын деп, өздерінен өздері бәсекелес болып күйініп піседі. Мектеп директоры Асқар ағайға да Сәрсенкүл қатты ұнағаны болар. Оны буфетке сатушы қылып алғаны. Осындай пыс-пыс өсекке пысқырып қарамайтын Сәрсенкүл той-томалақтың тіпті гүлі болып алады. Сызылта ән салғанда елдің аузы ашылып қалады. Жақтырмаған әйелдер бірін-бірі шымшып тыржиып отырады. Қойшы, қысқасы айтқанда Сәрсенкүл отырыстың гүлі жайнап жүруші еді. Кейде аузы жеңіл қатындар, не керек осы қатынға, ана бүкір қызын емдетпей ме деп мұқатып та қоятын. Үзіліс арасында балалар буфеттен бәліш алуға асыға жүгіретін. Тіпті бәліш емес, тек Сәрсенкүл апайларын көру үшін келетіндей ауыздарын ашып жұмып қалатын. Кейбіреуінің ақшасы жетпей қалса, Сәрсенкүл кейін әкелерсің деп ып-ыстық бәлішті ұсына беретін. Осындай мінезіне бола бала біткен осы апайды жақсы көруші еді. Директор Асқар ағайдың буфетке бір бармаса көңілі көншімейтіндей, күнде ыржиып кіріп келе жатқатын. Ал мұғалімдер сырттарынан бетін шымшып, ойбай, масқара, осы екеуінде ұят жоқ-ау деп жыбырлап сөз қылатын. Сәрсенкүлді ауылдың бетке ұстар басшы қызметкерлеріне қосып, қолдарымен ұстап алғандай өсектеуден қатындар еш жалықпайды.
Оның атын айтпаса ас батпайтындай ау тегі. Сәрсенкүл киімді өлтіре тігеді. Тура фабрикадан шыққанда етіп, ауылдың өсекші әйелдер ол кезде мүләйімсіп қалады. Сәрсен, маған көйлек тігіп берші, қызыма юбка керек еді деп қиыла қалады. Оған Сәрсенкүл ешкімнің бетін қайтарып көрмепті. Бұлданбайды. Тік дегендерін тігіп беріп, риза қылады. Сәрсенкүлдің шаш алатында өнері бар. Тура қаланың сән салонындағыдай шашты да керемет қияды. Әртүрлі шаш үлгілерінің фасондарын біледі. Қойшы, бұндай супер әйел ешқайда жоқ, ау, ешқайда. Бірде ауылдағы өсекші қатын Қайныш бетін шымшып ауыл әйелдеріне: таңертең ерте сиырды сауып алайын деп далаға шыққам. Ауыл тып-тыныш, елдің бәрі ұйқыда. Бір кезде Сәрсенкүлдің қақпасы ашылып, әлгі бухгалтер Бекежан шықты. Олар көріп қалмасын деп қораға зып беріп кіріп кеттім. Олар мені көрмегендей. Содан әлгі Сәрсенкүл екеуі құшақтасып әзер айырылысты. Бетім-ай бетім деп екі бетін әбден шымшып тастаған. Бұны естіген ауыл әйелдері: масқара, бұны Бекежанның әйелі Әлия білмейді деп бастарын шайқаған. Қайныш болса: қой құрып кетсін, осы жерде қалсын бәрі деп басу айтқан. Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды дегендей. Көп ұзамай Сәрсенкүл қалаға көшеді екен деп ауыл бір шулаған. Әлгі бүкір қызын емдетпекші екенін десе, енді бірі: бұрынғы байы түрмеден шығыпты, соған барады екен деп сан саққа жүгірткен. Малын, үйін сатып бір жола кетеді екен деген сөз ауыл ішінде тарап кетті. Қойшы, сөздің шыны, Сәрсенкүл ауылдан шынымен ақ көшуге бел байлады. Малын, дүниесін, үйін сатып бір күнде Алматыға көшіп кетті. Сәрсенкүл кетіп, ауыл көңілсіз болып қалғандай. Әйелдер де тып-тыныш, өсек болар нәрсе таппай қатты қиналды. Бекежанның әйелі Әлия ғана далаға шығуға беті жоқ. Үйінде қатты намыстанып қайғырған. Ай артынан ай өтіп, өмір өтіп жатты. Бір күні: ойбай, әлгі бухгалтер Бекежан үйіне келіпті деген сөз лезде тарады. Біреулер: бәсе, әлгі қатын қуып жіберген ғой. Қаладан біреуді тауып алып десе, ал біреуі: жоға, Сәрсенкүлдің түрмеден шыққан күйеуі Бекежанды өлім шығып сабапты, содан қашып келіпті деп соққан. Қойшы, алақандай ауылдың әйелдерінің айтар әңгімесі таусылмаған. Сол Бекежанды көрдіңдер ме? Шын келіп пе деген кейбіреу сенбей. Өтірік айтып, сенен көрімдік аламыз ба? Кеше автобустан түсіп жатқанын ел көріпті деп өзеуреген Қайныш. Бейшара Бекежанның биті торғайдай, мойны ырғайдай боп жүдеп кетіпті деп қосты үшіншісі. Сәрсенкүл оны қайтсын, өзін пайдаланып, ақшасын алып қуып жіберген ау. Енді үйіне қалай барды екен, бала шағасынан ұялмай деп әйелдер шулап кетті. Бірақ осы өсек тегін емес еді. Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды деген ғой. Бухгалтер Бекежан арып ашып үйіне әзер жеткен. Үйіне келіп, әйелі мен бала шағасынан кешірім сұрап, өкіре құлаған. Әйелі Әлия ашуын ақылға жеңдіріп: ит те болсаң балаларымның әкесісің ғой, өз қолымды өзім кесем бе деп жылап жіберген. Сәрсенкүлдің сотталып кеткен күйеуі түрмеден босап келіп, Бекежанды сабап өлтіріп қоя жаздаған. Бекежан қашып өлдім талдым дегенде ауылға әзер жеткен екен. Кейіннен ел айтып жүрді. Сәрсенкүл барған жерінде қалталы, малы бар еркектерді торына түсіріп пайдаланады екен. Талайларды зар қақсатқан әйел екен. Ал бухгалтер әйелінен жасырған ақшасы менен малын сатып Сәрсенкүлге берген. Сөйтіп Сәрсенкүл қаладан ұялып алғанда бұны керек қылмай қуып жіберген екен. Сырын білмеген аттың сыртынан жүрме деген осы болар ау.